Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Менің есімім Асқарбек Арман Шалабайұлы. Бүгінгі бейне дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы промпт инжиниринг негіздері. Өткен дәрісте біз генеративті жасанды интеллект құралдары мен платформаларын қарастырған едік. Ал бүгін сол құралдардың дәл әрі сапалы маркетинг нәтиже алу үшін соның промпттарын үйренетін боламыз. Дәрістің басты формуласы бұл қарапайым. Дұрыс промпт пен дұрыс модель дұрыс маркетинг нәтижеге тең болады. Бүгінгі дәрісте біз 5 негізгі сұрақтарды қарастырамыз. Ол біріншіден промпт инжиниринг түсінігі және де оның маркетингтегі маңыздылығы. Екіншіден промпт құрудың негізгі техникалары, zero shot, few shot және де тізбекті промпттау. Үшіншіден маркетингтік міндеттерге арналған промпт шаблондары мен құрылымы. Төртіншіден тілдік модельдің мінез құлқын басқару. Оның ішінде рөлдер, контекст, шектеулер және де параметрлер. Бесіншіден осының барлығын маркетингтік науқанда автоматтандыруға практикалық қолдануды қарастыратын боламыз. Ал енді промпт инжиниринг дегеніміз не? Бұл жасанды интеллект моделіне нұсқауды дұрыс құрастыру өнері мен әдістемесі. Слайдтағы схемада процесс 4 қадаммен көрсетілген. Сіз промптты, мақсатты, контекстті, аудиторияны, тон мен форматты бересіз. Үлкен тілдік модель оны түсінеді, жасанды интеллект оны талдап, өңдеп, нәтижесінде әлеуметтік желіге пост, email кампания, SEO контент, нарықтық талдау немесе жарнамалық мәтінін бере алады. Назар аударыңыздар, нәтиже сапасының 80%-ның дұрыс промпт анықтайды. Яғни мәселеге модельді емес, оған қалай сұрақ қоятынымызды. Тілдік модельдерде маркетингте нақты не істей алады тілдік модельдер. Спектр өте кең. Мақалалар мен пост жазу, email науқандарын құру, SEO тегтерін оңтайландыру, нарықтық зерттеулерді талдау, тұтынушының пікірлерін топтастыру, сату скрипттерін дайындау және бренд дауысын қалыптастыру. Тіпті науқандық толық циклге автоматтандыруға да болады. Бірақ есте сақтаңыздар, әр міндеттің ерекшелігіне сай промпттың құрылымы жеке бапталады. Енді негізгі техникаларға көшсек, ең қарапайым бұл zero shot, яғни мысалы нұсқау беру. Мысалға экологиялық су бөтелкесі үшін Instagramда caption жаз деп айтсақ, модель бірден жауап береді. Бұл жылдам алғашқы нұсқа алуға ыңғайлы, бірақ күрделі тапсырмаларда формат пен тон дәл болмауы мүмкін. Ал few shot техникасында модельге алдын ала 2-5 мысал береміз, бірнеше мысал береміз. Содан кейін жаңа нұсқа сұраймыз. Модель мысалдарында стиль мен құрылымды үйренеді. Нәтижесінде бренд дауысын сақтайды. Слайдтағы екі нәтижені салыстырсаңыз, айырмашылық анық көрінеді. Күрделі міндеттерге арналған екі техника бар. Ол біріншісі chain of thought, яғни қадамдарды ойлау тізбегі. Мысалға алатын болсақ, нарықтық сегментте талдағанда модельге жолды көрсетеміз. Алдымен демографияны анықтаймыз, содан кейін қажеттіліктерді талдап, бәсекелестерді салыстырып, соңында стратегиялық ұсыныс бер деп айтамыз. Ал екіншісінде біз react, яғни ойлаудың іс-қимылды кезектестіру. Моделі алдымен қандай деректер қажет екенін ойланады, деректер іздейді, қалай талдайтынын шешеді, содан кейін талдау жасайды. Зерттеуде көрсеткендей, модельге ойлау жолын көрсету күрделі есептердің қателерді 50%-ға дейін азайтады. Осы кестеде барлық техникалық жинақталған: zero shot жылдам идея генерациясы, few shot бренд стилін үйрету, chain of thought нарықтық талдау мен стратегиялық жоспарлауға, react кешенді науқанды автоматтандыруға қолданылады. Бұған қоса role prompting модельге рөл беру арқылы кәсіби мәтіндерді алу және де prompt chaining ұзын науқанды бөліп, жекелеп, тізбектеп промпттармен орындау, техниканы таңдау міндеттерін күрделілігіне байланысты таңдаймыз. Слайдтағы мысалға қараңыздар. Сіз 10 жылдық тәжірибесі бар кәсіби копирайтер. Қазақстан нарығындағы органикалық косметика бренді. 5 таңдау себебі бар лендинг мәтін жаз. 3 секция әрқайсында 150 таңба, HTML тегтерімен, медициналық кепілдеме берме. 5 элементтегі бәрі бір промптта, яғни осы промпттың бәрін жазатынсаңыз, нәтиже соғұрлым дәл болады. Промпттан бөлек біз модельдің мінез құлқын параметрлер арқылы да басқаруға болады. Temperature параметрін жауаптың креативтілігін реттейді. 0,1 мен 3 аралығы факт пен дәлдікке,
0,7 мен 1 аралығы креативті жарнамаға қолайлы. Топ R параметрлердің токендерінің жиынтығын шектеп, мәтінді әрі қарай консервативті әр түрлі ете алады. Max Tokens бұл жауап ұзындығын белгілейді. Маркетингтік мәтіндерде 500-ден 2000-ға дейін токен аралы жеткілікті. Пенальти параметрлері қайталаудың азайтып, жаңа тақырыптарды ынталандырады. Оптималды мәндер АБ тестілеу арқылы анықталады. Енді осы бәрін практикада қалай біріктіретінін көрейік. Маркетингтік науқанда автоматтандыру 4 қадаммен тұрады. Ол бірінші қадам бренд дауысы. Брендбук өзіндік промптқа қолданылады. Енді осының бәрін практикада қалай біріктіре алатынымызды қарайық. Маркетингтік науқанда автоматтандыру ол 4 қадамнан тұрады. Бірінші қадам бұл бренд дауысы. Брендбук үзіндісі промптқа қосылады. Екінші қадам ол контент жоспарлар. Ол жерде рөл, аудитория, платформа, мақсат негізінде айлық күнтізбелік жоспар жасалынады. Үшінші қадамда бұл бізде детализация. Ол жерде біз тізбекті промпттар арқылы жоспарлық күндік мазмұнға дейін тарқатыламыз. Төртінші қадамда біз АБ тестілеу, яғни ол жерде әртүрлі параметрлерді салыстыра аламыз. Төменде слайдтың төмен жағында SMM мамандығына арналған дайын шаблон тұр. Оны өз жобаларыңызға бейімдеп қолдана аласыздар алдағы уақытта. Жалпы біздің бүгінгі дәрісімізді қорытындылай кетсек, бүгін біз промпт инжиниринг түсінігі мен оның маркетингтегі маңыздылығын қарастырдық. Негізгі техникалар деген Zero Shot, Few Shot, Chain of Thoughts, React секілді промпт түрлерін түсіндірдік. Промпт құрылымын, тілдік модельдер, параметрлер мен практикалық қолдануды талқылап шықтық. Жалпы осымен бүгінгі тақырыбымызды толықтай қарастырып шықтық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.